Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзі дәмді және гүлді етіп орап, тек қана көкөністерді қосып, әдемілеп мәнті жасайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші қамырымыздың басын біріктіріп қоюымыз қажет. Бір жұмыртқаға біраз қасық тұз, суымызды құйып, ұнымызды салып, қатты қылмай орташа жұмсақта қамырымыздың басын біріктіріп қоямыз. 3-4 рет қайтара иілеп, пакетімізге салып, жарты сағатқа қамырымыздың июі қанғанша қойып қоямыз. Мен бұл жерде көкөністерден картошка, асқабақ, пияз, жусай салдым. Және де аз ғана фаршымызды салып, дәміне қарай тұзымызды, қызыл бұрыш, қара бұрышымызды салып, сұйық майымызды аздап құйып, барлығын араластырып алдым. Қамырымызды барынша жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліктерге бөліп аламыз. Ұзынша етіп салмамызды салып, орап, гүлді етіп орап шығамыз. Дәл осылай гүлді етіп барлығын орап шығамыз. Мантваркілерімізге салып 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің 45 минутта гүлді, өзі дәмді мантымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңызша бетіне подлифтіс жасап салсаңыздар да болады. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп қойыңыздар. Қолдауларыңызға үлкен рахмет.